Так, видео қосылды ма? Қосылыпты. Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Нұржан. Бүгін біздер дейтін Skyblock 3-ті ойнаймыз. Негізі бұл Skyblock 4 болу қажет. Бірақ мен Skyblock 3-ті түсірдім алдыңғы бөлімде. Бірақ ол запись қосылмай қалған. Ана жаққа бардым. Ағаштың өскен күтіп отырдым осы жерде 10 сағат. Прям ағаш өсті. Видеоны қайып стоптан шығарайын десем, плейға қойып қосайын десем, видео өшіп кеткен ғой. Қайтадан басынан бастауға тура келді. Енді қайтадан басынан бастадық. Енді достар, енді сәл кешіре көріңіздер. Мен қызықтар болды алдын. Сізге қызық болған жоқ, негізі вообще да қызық емес видеолар. Бірақ анау сәл қызық болып еді. Бірақ видео түспей қалды. Біраз уақытым кетіп қалды. Достар, видеоға лайктарыңызды қазірден басып, арнаға тіркеліп, комментарий жаза кетіңіздер. Біздерде Майнкрафт ойнап жатырмыз. Skyblock 3 қой. Негізі 4-ті түсіріп ататын уақыт еді қазір. Так, мынаны мен сынап тастайық. Біреу. Так, мына жақта тағы біреу тұр ма? Басып тұр екен ғой. Достар, видео үшін байқасаңыздар тез шығарып жатырмын ше. Өйткені біздерде деген бірінші бөлім Skyblock'тан. Бірінші бөлім бізде 500 қаралымға жетіпті. Енді ол деген мен үшін көп, біреулер үшін аз. Бірақ мен үшін оның өзі бір нәтиже. Достар, сөйтіп екінші бөлім 300 қаралым жинапты. Ол 300 қаралым дегеніміз 500-дің қасында енді аздау, бірақ соған да шүкір. Хотя бы просмотр жиналып жатыр. Менде алдындары просмотр да жиналмайтын еді. Біледі ғой мен. Бұрыннан бері келе жатқан подписчиктерім. Бұрыннан бұған жақында бастадым. Өзім жақында бастады. Енді кішкене тамағым ше андай болып тұр. Қарылып, даусым арасында тоққа жатыр. Сол үшін мен дұрыстап отырып алайық. Достар, видеоға лайктарыңызды баса кетіңіздер. Алдында айтып отырмын, 500 қаралым жинаған, бірақ 0 лайк. Ойлаңыздар, 0. Прям біреу баспаған. И комментарий жаза отырыңыздар. Комментарий да жазылмаған, лайк та басылмаған. Түк болмаған үшін. Просто кірген, көрген, кеткен. Сол себепті лайк басып, нәрге де жазып қойын табличкаға. Арнаға тіркел, лайк бас, ком жаза кеттіп. Енді осыларды орындайды деген ойдамын. Яқа бізде жазып қойықшы. Так, ағаш завод дейміз ба? Ой, ё-моё, завод. Яқа бит қойық үшін ағаш завод. Үсті қойық тия. Ағаш завод болмайды ол ма? Территория ма дей салу керек. Завод деп тұра берсең. Енді ағаштарымыз қайтадан өскен күтеміз. Маған келеді ну. Кетей. Ну. Жынды боты ма, әлде менде бак боты ма? Бұл жаңбырдан үстеді айтпақтан. Бұл суда ұлбай. Ема, көзімше өсті достар. Еще маған андай жемчуг бар ендір. Бұл мен патролға барамыз. Сақтақ қойық. Достар, біздерде деген көздеріңізше ағаш өсті. Әндіменді бір соғып өлтіріп тастады көріңіздер ме? Татау удармен өсті ғой. Бәсе не үшін ол қызарып бітпейді? Ары бері телепортация. В общем, ары бері жыбырлап жүр десем. Ондай екен ғой. Ол жаңбырды ұнатпайды екен. Мына жерде тұр ғой бәрі, мен қиналып отырмын. Все, топор и потом киркасы. Міне бізде өсіп тұрамыз.
осы неде бөлімде тал нәмәне өсіп жатыр, видео бастағанымызға 5 минут болды, уже талымыз ағаштар. О, алма, яблоко. Так, біздер сақтап қояйық. Бізге андай керек, саженец деген дейді. Ана тұр ғой. Осы керек. Достар, алдағы нелер видеолар тез шықсын десеңіздер, мен күніге шығарып отырмын. Өйткені менде деген көрілім саны баяғыларға қарағанда артыпты. Мен алдындары Майнкрафт осы 1.1.5 дейтін бір ескі серверде ойнайтынмын. Ешкім білмейді оны. Даже Майнкрафт шығарғандардың өзі ұмытып кеткен шығар оны. Бір басқа бір мир осы. Тым жоқ шешінде. Ескі ойын 2013-те ма шыққан. Соны нетем, ол кезде менде потолок 16 просмотр жинап. Ал менде алдыңғы видеом қарасам, енді прям жиналыпты. Байқадым, 500 просмотр деген мен үшін өте көп. Енді құдай қаласа, одан да көп жинаймыз деген ойдамын. Сол себепті видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазыла кетіңіздер. О, еріп қойық. Қазір күте тұрыңыздар. Так, достар, кешірім сұраймын. Бізде деген осымен аралымызды жасадық. Ана аралға барып қайттық. Енді жаңбыр жауып кетті. Енді жаңбырды өшіруге болады, әрине. Погода ясно. Так, время. День. Все. Осылай ашық тұрсын, Бізде деген бұл қазір істейтін зат көп емес, ше. Істейтін зат аз ғой. Қазір бізде егініміз көбейіп, келесі бөлімде біз анаған барамыз. Мына жаққа барамыз. Либо мынаған барғым келіп жүр менің өзімнің. Либо мына жаққа ма, ше. В общем, біреуіне барамыз, тас жинап, бужин жинап. Сол кезде, в общем, келесі бөлімде жаза кетіңіздер комментарияға. Мынау бірінші арал. Мынаған бар десеңіздер, бір деңіздер. Мынау болса 2, анау алдымыздағы 3. Мына алдымыздағы бұны жазбай қойыңыздар, анау 4, ана қап-қарағаш. Анау 5. Ал мынау десеңіздер, үшін плюс қалдырыңыздар соған. Осы оған барғым келіп жүр менде. Плюс қалдырыңыздар. Болмаса 1 десеңіздер, анау 2, 3, 4, 5 и плюс. Солай үшін. Комментарияға жазып отырыңыздар. Қайсысына барайын, соны жазып кетіңіздер. И мен обязательно барамын. Келесі бөлімде уже біздер деген бір шамалы дамиын деп тұрқ қой. Білмеймін. И қойып. Осылай қойып қойық. И все ма? Ұйқы ма? Өлім ба? Қалай анау? Так, енді все, бітті. Ағашымыз өсті. Ағаш завод бар бізде. Арнаға тіркел, лайк бас, ком жаз қойсын. И нақықты көрсетіп кетейін сіздерге. Көрсетті ма, көрсетпедім ба? Уже есімдеміз, прикинь. Миым сондай болды, міне. Байдың мынау жақын сияқты, Мынау. Соған барамыз бәлде. В общем, келесі бөлімде жаза кетіңіздер. Қайсысына барайық. Комментарияға жазсаңыздар, өзім түсінемін ғой. Мынау 2 десеңіздер, осы 3 десеңіздер, мынау 4, ол жақтағы 5. И міне осындай достар, бұның асты андай ғой бізде. Мынандай песок емес бұның асты. Андай түрі бар ғой. Ё-май, құлап кеттім. Зор болды. Так. Андай қойшы масты. Не дейді на блокта? Так, атқандай. Песчаник па? Песчаник. Песчаник. В общем, сондай блокпен. Ана песок сындырсақ, астары құлап кетпейді ше. Ал достар, осымен осы видео аяқталды.
видеоны мысалы лайктарыңыз басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып, активность көрсетіп кетейік. Ал ендеше қош сау болыңыздар. Давайте.